Аймақта ревакцинация жұмыстары жалғасуда. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде бүгін 100-ге жуық қызметкер екпенің 3-ші кезеңімен қамтылып жатыр. Дәл қазір бізбен тілшіміз Асқар Тәжиев байланыста. Асқар, білім ордасы ұжымындағы екпе жұмыстары қалай жүруде? Рахмет, студия. Қорқыт атындағы Қызылорда университетінде 1000-ға жуық қызметкер бар. Біз қазір бас оқу ғимаратындамыз. Мұнда ревакцинация жұмыстары басталды. Ол үшін арнайы кабинет жабдықталған. Нөмірі 6-шы қалалық емхананың дәрігерлері екпе жұмыстарын жүргізуде. Жалпы білім шаңырағындағы профессор оқытушылардың 98% вакцинацияның 2 компонентін салдырған. Қазір екпе алушылар кезекте тұр. Міне университет проректоры Жандос Нұртайұлы екпеден шықты. Жалпы екпе қалай болды? Жақсы, енді біз осы уақытқа дейін 2 компонентін алған болатын. Міне қазір 6 ай уақыт өтті. Бүгін ревакцинациядан өтіп тұрмын. Университеттің 18-ден асқан білім алушылардың 94% осы уақытқа дейін вакцинациядан өтті. Қазір мынау енді оқу 7 ақпаннан офлайн басталады. Соған байланысты ревакцинациядан бүкіл студенттер өтуде. Қызметкерлердің және профессор оқытушылардың осы уақытқа дейін 98% вакцинациядан өтті. Міне қазір бүгін 100-ге жуық әріптестеріміз ревакцинация жасап жатыр. Жандос Нұртайұлы, тағы бір сауал. Жалпы осы университетте 18 жасқа толмаған жастар бар, студенттер. Оларды екпемен қамту жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? 18-ге толмаған 1168 білім алушы бар. Оларға ережеге сәйкес Pfizer вакцинасын салу басталды. Қазір 100-ге жуық студентіміз алды. Жаңа жылға дейін қазір міне оқу процесіне байланысты 18-ге толмаған студенттерімізде Pfizer вакцинасын алуды бастады. Сұхбатыңызға рахмет, екпеңіз ем болсын. Жалпы Қорқыт атындағы Қызылорда университеті аймақта қауіпті індетке қарсы вакцинацияның 2 компонентін алғаш болып аяқтаған ұжымдардың бірі. Студия әзірге мендегі ақпарат осы. Рахмет, Асқар.